Сәлеметсіздер ме? Міне бүгін біз осы 5-ші сыныптағы ең соңғы бөлімге, яғни 10-шы бөлім саяхат және демалыс бөліміне келіп жеттік. Бүгінгі тақырыбымыз тұңғыш саяхатшы деп аталады. Әдеттегідей, бірінші тапсырмада мәтін берілген. Тұңғыш саяхатшы деп Шоқан Уәлиханұлын айтып тұр. Шоқан Уәлиханов шын аты Мұхаммед Ханафия. Ол қазақтың ұлы ғалымы, шығыстанушы, географ, фольклортанушы, этнограф және суретші. 1835 жылы Қостанай маңындағы Құсмұрын деген бекіністе дүниеге келген. Оның арғы атасы қазақтың ұлы ханы Абылай болған. Ал Шоқан оның шөбересі. Шоқан 1847 жылы 12 жасқа келгенде Сібірдегі ең таңдаулы оқу орындарының бірі Омбы қаласындағы кадет корпусына оқуға түседі. Яғни ол әскери оқу орны болатын. 1853 жылы сол кадет корпусын бітіріп, Батыс Сібір генерал-губернаторымен бірге Семей, Аягөз, Қапал арқылы Іле Алатауына дейін келіп, Алакөл, Тарбағатайға саяхат жасайды. Бұл сапарында қазақ, қырғыз ауыз әдебиетінің үлгілерін, тарихы мен этнографиясының материалдарын жинай жүреді. Осы материалдарының негізінде Тәңірі, қазақтардағы шамандықтың қалдығы деген кітаптарын жазады. 1856 жылы қырғыз елін зерттеп, Ыстықкөл аймағының картасын жасауға қатысады. Бұл сапарда Шоқан қырғыз эпосы Манаспен танысады. Оның кейбір тарауларын жазып алады. Жырды талдап, орыс тіліне аударады. Сөйтіп, Манастың жекелеген тараулары тұңғыш рет орыс тілінде жарияланады. 1858-59 жылдары Шоқан өзінің қысқа ғұмырындағы ең басты сапары Қашқар сапарында болады. Қашқарияны ол кезде Ресей әлі зерттемеген болатын. Ол саудагер ретінде Қашқарияға құпия барады. Сөйтіп, сол өлкенің экономикалық, саяси құрылымдарын зерттеп, оның тарихы және этнографиясынан көптеген материал жинайды. Қашқар сапарынан кейін 6 шаһар, яғни Қытайдың Нанлу провинциясының шығыстағы 6 қаласы атты еңбегі жарық көреді. Бұл мәлімет балалар энциклопедиясынан алыныпты. Енді осы мәтінге байланысты тапсырмалар берілген, жауаптарға қарап сұрақ құрастырыңдар дейді. Шоқан сол кездегі бірегей оқу орны кадет корпусында білім алды. Бұған біз Шоқан қайда білім алды? Немесе Шоқан қандай оқу орнында білім алды? Шоқан бітірген оқу орны қалай аталатын еді деген сияқты сұрақтар қоя аламыз. Шоқан қырғыз елін зерттеп, Ыстықкөл аймағының картасын жасауға қатысты. Шоқан қандай ғылыми жұмыстармен айналысты деген сұрақ қоюға болады. Немесе Шоқан қандай елді зерттеді? Қай елдің, қай аймақтың картасын жасауға қатысты деп сұрақ қоюға болады. Шоқан алғашқылардың бірі болып, Манас жырының біраз бөлігін орыс тіліне аударды. Шоқанның алғашқылардың бірі болып орыс тіліне аударған жыры қалай аталады? Бұл жерде жыры болу керек, ығалып кетіпті. Немесе Шоқан қандай жырды орыс тіліне аударды десек болады. Қашқар сапарынан кейін Қытайдың 6 қаласы туралы еңбек жазды. Шоқан қай сапарынан кейін Қытайдың 6 қаласы туралы еңбек жазды? Немесе Шоқан Қашқар сапарынан кейін қандай еңбек жазды? Деген сұрақтар қоюға болады. Бірінші тапсырманың әсінде қарамен жазылған сөздердің мәтіндегі қолданыстық мағынасын екінші бағаннан табыңдар, жауаптарыңды түсіндіріңдер дейді. 1858-59 жылдары Шоқан өзінің қысқа ғұмырындағы басты сапары Қашқарға саяхат жасайды. Ғұмырындағы деген сөздің, яғни ғұмыр деген сөздің синонимі өмір, сондықтан өміріндегі деген жауап дұрыс. Қашқар сапарынан кейін Шоқанның тағы бір еңбегі жарық көреді. Жарық көреді деген сөз басылып шығады деген сөз. Енді бүгінгі грамматикалық тақырып сан есім. Біз осыған дейін
зат есімдерді және сын есімдерді өткен болатынбыз. Енді біз сан есімдер туралы айтатын боламыз. Сан есім дегеніміз өзінің аты айтып тұрғандай, заттың санын, мөлшерін, ретін білдіретін сөз табы. Сұрақтары қанша, неше, нешеу, нешінші. Енді сан есімнің мен өткен сабақтарда айтқан болатын барлық сөз табы дара және күрделі болып бөлінеді деп. Яғни құрамына қарай сан есімге дара сан есім және күрделі сан есім деп екіге бөлінеді. Дара сан есімге бір ғана сөзден тұратын сан есімдер жазады, қарапайым тілмен айтқанда. Немесе түбір және туынды сан есімдерді дара сан есімдер деп айта аламыз. Мысалы 3, 50-дей, 10-шы. Яғни ол түбір болса да, оған жұрнақ жалғанса да, ол дара сан есім болады. Бастысы бір ғана сөзден тұру керек. Ал күрделі сан есім деп екі не одан да көп сан есімнің тіркесуі, қосарлануы мен қайталануы арқылы жасалған сан есімдерді айтамыз. Мысалы 25, 40 шақты, 10-нан тағы басқа. Енді сан есім мағынасына қарай есептік, реттік, жинақтық, бөлшектік, болжалдық және топтау сан есімдері деп бөлінеді. Бұлардың әрқайсысына алдағы уақытта жеке-жеке тоқталатын боламыз. Есте сақтайтын бір нәрсе бар. Цифрмен берілген сан есімдерге қосымшалар дефис арқылы жалғанады. Мысалы, менің жасым 11-де. 11 деген санды жазып қойғаннан кейін дефисті жазамыз, содан кейін ғана қосымшаны жалғаймыз. Ал егерде цифрмен берілмей, жай ғана сөзбен жазатын болсақ, онда қосымша бірге жазылады. Бірінші тапсырманың басында мәтіннен сан есімдер теріп жазып, құрамына қарай талдаңдар дейді. Мәтінде осы сан есімдер берілген: 1847, 12, 1853, 1858, 1859. Бұлардың барлығы күрделі сан есімдер. Себебі жаңа айтып өткеніміздей, бірнеше сөздің тіркесуінен, соңғы жағдайда олардың қосарлануынан жасалып тұр. Және бірі деген бір сан есім бар, ол дара сан есім болып есептеледі. Екінші тапсырмада сөйлемдердегі сан есімдерді құрамына қарай бөліп жазыңдар дейді. Дара сан есім біреу ғана. Бірінші деген сан есім, күрделі сан есім 1858, 28, 19, 27, 1858 және 1859 деген сан есімдер. Үшінші тапсырмада 48-ші аудионы тыңдаңдар, мәтін мазмұны бойынша ойды аяқтаңдар. Бұл аудиода өте қызық мәтін берілген. Пржевальский туралы. Ол да атақты саяхатшы, зерттеуші, мықты ғалым. Пржевальский Тибет өлкесін аралауды мақсат етеді, себебі оның арманы дүниені аралап, саяхат жасау еді. Жоңғария даласын мекен еткен түсі ақтаңгер тағы жылқы Пржевальский жылқысы деп аталады, себебі ол жылқыларды ең алғаш ашқан Пржевальский болатын. Үшінші тапсырманың әсінде көп нүктенің орнына тиісті сан есімдерді қойып жазу керек. Николай Михайлович Пржевальский 19 ғасырдың екінші жартысында Орта және Ішкі Азияны зерттеген атақты саяхатшы географ. Пржевальский 7 жасынан садақ тартып үйренеді. Тибет өлкесі егін егудің не бақша өсірудің дүние жүзіндегі ең биік жері. Онда бидай теңіз деңгейінен 4000 метр биіктікте өседі. Үшінші тапсырма: берілген суреттер негізінде сан есімді қатыстырып сөйлем құраңдар дейді. Пржевальский 1879 жылы наурыз айында Зайсаннан Тибетке бара жатқанда ерекше жылқыларды көреді. Сол жылқылар кейіннен Пржевальский жылқысы деп аталып кетеді деп екі сөйлем жазып қойдым. Сіздер өздеріңіз қарап толықтырып алсаңыздар болады. Төртінші тапсырма: мақал-мәтелдердегі сан есімдердің астын сызыңдар, мағынасына, құрамына қарай талдаңдар дейді. Айла алтау, ақыл жетеу. Алтау, жетеу деген мағынасына қарай талдасақ, онда олар жинақтық сан есім болады. Құрамына қарай дара сан есімдер. Жігітке жеті өнерде аз, жеті дара сан есім, құрамына қарай, мағынасына қарай есептік сан есім. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар. Жүзден және мыңнан деген екі сан есім, құрамына қарай дара сан есім, мағынасына қарай есептік сан есім. Бесінші тапсырмада берілген сан есімдерді әріптік таңбалармен жазыңдар. 8, 6, 14, 236, 1000, 1050, 1, 8, 1 миллион, 3-тен 2, 8-ден 7. Осыдан кейінгі видеоларды көру үшін видеоға лайк басуды,
Каналға тіркелуді, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.